Мен ауылдың шетіндегі ескі, сары кірпіштен қаланған шағын үйде дүниеге келдім. Қыстың қақаған суығында желдің ысқырығы естіліп тұратын сол үйде 5 жасымда анам мені тастап кетті. Ол басқа бай еркекке еріп, мен әкемнің қолына тапсырып, қайта оралмады. Мен күнде есік алдында отырып, оның қайтып келуін күтетімін. Әкем де оның бір күн райынан қайтып, бізге оралатынын күтетін. Бірақ ол ешқашан келмеді. Әкемнің анасы, әжем мені қатал тәрбиеледі, сөзі өткір әйел еді. Анаң сияқты жүргіш қарабет болма. Еркектердің етегіне жармаспа деп күнде құлағыма құйып тұратын. Ол сөздер жүрегімде жара қалдырды, бірақ сол кезде мен ештеңе түсінбейтінмін. Әрдайым махаббатқа, жылы сөзге зәру болып өстім. Әкем 2 рет үйленді. Өгей шешем жуас, көнбіс және былжыр әйел болатын. Ол менімен сөйлеспейтін, үй шаруасымен айналысып жүре беретін. Мен оның алдында өзімді бөтен сезінетінмін. Махаббат дегенді білмейтін, зәру болып өстім. 16 жасымда ауылдағы бір жігіттің тәтті сөздеріне мас болып, онымен жатып қойдым. Ол менің алғашқы махаббатым болып көрінді. Бірақ уақыт өте келе олай болмай шықты. Ол мені пайдалансындым. Соны пайдаланып, ол өзінің досына мені қосты. Мен жылап қарсы шықтым, айқай шу шығарып, менің жігітім бар деп орамалды басымнан лақтырып жібердім. Ескі, шұрық тесік лашықта тұрғым келмеді. Тым болмаса, сүймесем де, жағдайы жақсы өмірде тұрсам деп армандадым. Бірақ олай болмады. Ал барымды нарымды берген жігітім болса маған, сені сүйген жоқпын, тек төсек үшін ұстадым. Енді досыма жақсы әйел бол. Кетем десең ауылдың бәріне айтып, видеоларыңды жаямын. Менде бәрі бар, сенің маған не істегенің, қалай жасағаныңды бәрін жария етемін. Қорқытты, ұяттан өртенуге дайын тұрдым. Шынында ол видео түсіріп алған екен. Мен қорқып, шыдай бердім. Оның досы мал бағатын, кір қожалақ, малдың сідігі сасыған жігіт еді. Малға киген киімін ауыстырмай маған жақындайтын, мен одан жиіркенетінмін. Төсекте жақындатпаған күндері көп болды. Бетім көгеріп, ернім жарылып, денем ауырып жүретін. Бір күн шыдай алмай, кешке өріске мал айдауға кеткенде мен үйден қашып шықтым. Қайда барарымды білмейтінмін, бірақ сол жерде қалғым келмеді. Кештетіп қалған еді, қараңғы жолмен келе жатыр едім, бір машина тоқтады. Ішінде әкемнің ескі досы Нұрлан отыр екен. Ол әкеммен бірге ауылдың той-томалақтарында жүретін 40 жастағы еркек. Мені бала кезімнен білетін. Қайда барасың, қызым, кешке жалғыз өзің? Қорықпайсың ба, деді жылы дауыспен. Мен жылап тұрып, бәрін айттым, сатқын жігітімнен, күйеуімнен көрген қорлықты. Ол тыңдап болып, мін қалаға апарамын, жылынып, өзіңе келіп ал, сөйлесейік деді. Машинаның ішіне кіргенде, ол маған ұзақ қарады. Сосын қолын аппақ саныма қойды. Күректей үлкен, өрескел алақаны терімді ысқылай бастады. Мен дірілдеп отырдым, бірақ ішімде бір жылылық пайда болды. Ол қолдарын жоғары көтеріп барын салып жатты. Мен көзімді жұмып, аузымнан су ағып кетті. Құлағымның сыртын тілімен жалап, қорықпа, қызым, мен саған жақсылық қана жасаймын деді, ыстық демімен. Денем ысып, аяғым тартылып кетті. Сол жерде, машинаның артқы орындығында, ол менің толықтай алды. Мен шыдай алмай, оның басынан ұстап, ағай тезірек дедім. Сол түні мен тұңғыш рет осыншалық нәзіктікті сездім. Сақалы мен мойнымды қытықтап, төмен қарай түсіп есімді тандырды. Киімін шешіп, дәнен көрсетті, үлкен, қалың, тамыры атылап тұрған, тап-таза. Хош, сөйтіп бірнеше түнді өткіздік, сен тек меніксің, қызым, деп сыбырлады. Сол түні 3 рет бітірдік, денем терге шомылып, жүрегім соғып, сол ләззаттың құлы болып қалдым. Бірнеше апта солай жалғасты. Ол маған телефон, киім, ақша беретін. Аптасына 2-3 рет тығылып кездесетінбіз, қонақ үйде, немесе оның машинасының артқы орындығын жатқызып. Оның әйелі бар екенін кейін білдім. Бір күні әйелі бізді ұстап алды, үлкен дау болды, кездеспей кеттік, бірақ бір апта өтпей,
ол өзі іздеп келді. Сағынып кеттім, қызым деп үлкен қалың дәненің суретін жіберіпті. Мен есінің бәрін ұмытып тағы жалғастырдық, бірақ тығылып. Оның дәнене құмар болып қалғанмын. Үлкен, қалың, ол таза болатын, хош иіс себетін, әр кездесуде жаңа ләззат сыйлайтын. Мен оған әйелі бола алмайтынымды білдім, тек сол үшін жүргенін түсіндім. Бірақ басқа амал жоқ еді, ол менің бар жағдайымды жасап тұрған еді. Айлар өтті. Жүкті болып қалғанымды білген күні қолым дірілдеді. Тестегі 2 сызық жүрегімді қысып жіберді. Нұрланға хабарластым, даусым қалтырап тұрып, мен жүктімін, ағай, дедім. Ол бірден, қайдан білесің менікі екенін? Бұрынғы жігіттерім көп еді ғой. Маған бала керек емес. Әйелім бар, өз балаларым бар. Ота жасатасың, түсіндің бе, деді. Дауысы суық, қатқыл, бұрынғы жылық жоқ. Мен жылап, жоқ, бұл сенікі ғой, алдырғым келмейді, бұл біздің баламыз, дедім. Ол күліп жіберді, онда менімен қоштаса бер. Саған ақша беремін, бар да алдыр. Керек болса, дәрігерге өзім апарамын. Басқа амал жоқ. Мен телефонды ұстап тұрып, ұзақ үндемедім. Ішімдегі кішкентай жүректің соғысын сезіп тұрдым. Бірақ қайда барамын? Кімге айтамын? Әкем мені қуып жібереді, өгей анама бәрібір, ал әжем тірі қалдырмасы анық, ауылда бұзылған деп тасатқызады. Ақшам жоқ, тұрағым жоқ. Тек Нұрлан ғана бар еді, ол да кетті. 3 күн ойландым. Түнде ішімді сипап, көкешім деп сыбырладым. Бірақ шыдай алмадым. Есімді жиып, жалғыз такси ұстап, қаладағы жеке клиникаға бардым. Дәрігер әйел маған қарап, баланы сақтағың келмей ме деп сұрады. Мен басымды шайқадым. Жоқ, жасай беріңіз, дедім даусым шықпай. Үйге келгенде ауырсыну ішімді жарып жіберді. 2 күн төсекте әлсіреп жаттым. Денем қалшылдап, көзімнен жас ағады. Ішім бос, жүрегім одан да бос. Оған хабарлама жаздым, бәрі бітті, алдырдым. Ол бірден жауап берді, жақсы қысың. Сені сүйемін. Бірнеше күннен кейін мені күт. Сағынып кеттім. 3 күннен кейін хабарлама келді. Ол маған тағы да сурет жіберіпті, үлкен, қалың дәние тұр, төбесі жылтырап. Мынау сенікін көргісі келіп тұр деп жазыпты. Мен төсекте жатқанда сол суретті қарап, ішім сыздап кетті. Денем әлі ауырып тұрса да, құмарлық оянды. Сағыныш, ашу, өкініш, бәрі араласып кетті. Мен шыдай алмадым. Кел деп жаздым. Ол кешке келді, сол түні бәрі қайталанды. Сол түні 2 рет болдық. Ол мені құшақтап жатқанда, сен тек меніксің, деді. Содан бері күн ара тығылып кездесеміз, көбіне қонақ үйге барамыз. Ол әйеліне жұмыстамын деп айтады. Мен оған ешқашан неге әйеліңді тастамайсың деп сұрамаймын. Сұрай алмаймын. Өйткені менде басқа ешкім жоқ. Ол ғана мені құшағына алады. Оның үлкен, қалың дәние ғана мені толтырады. Бірақ жүрегім әлі бос. Мен баладан айырылдым. Өзімді де жоғалтып алдым. Бірақ тоқтай алмаймын. Ол мені шақырғанда мен барамын. Өйткені мен әлі де оны сүйемін. Немесе құмармын. Немесе қорқамын. Өзім де білмеймін. Тек білетінім, мен енді ешқашан ана бола алмайды екенмін.